Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге осындай нандарымыз қажет болады, 5-6 данасы қажет болады. Сосын барып, осылай кубиктап, пышақтың көмегімен бөлшектеп алатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп осылай бөлшектеп болғаннан соң 180 градуста 15-10 минуттай ыстық пешке салып аламыз. Келесі бізде чеснок, 2 дана чеснок және де жарташа қасық бұрыш, қызыл бұрыш және қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып болғаннан соң сұйық майымызды да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған массамызды жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі бізде эмердің сырлары. Сіздерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Барлығын біркелкі етіп, кубик тәріздес бұларды да бөлшектеп алатын боламыз. Келесі бізде осылай қызанақтарымызды жақсылап жуып алғаннан соң, бұны да бізде кубик тәріздес етіп бөлшектеп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын осылай біркелкі етіп дайындап турап аламыз. Келесі бізде жұмыртқа. Бізде де жұмыртқамызды дәл осылай кубиктап турап аламыз. Барлығын біркелкі етіп турап болғаннан соң ыдысымызға салып дайындап қоятын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі бізде осы тауықтың сан еті немесе тауық аяқтарының еттерін духовкада пеште пісіріп алып, осылай бұны да кубиктап турап алатын боламыз. Қызып тұрған табамызда магымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан соң басқа ыдысқа салып, жаңағы дайындап қойған соусымызды салып, артынша жаңағы кептірілген нандарымызды да салып араластырып, 5-10 минуттай біздің нандарымыз қызарып, қызарғанша қызыл сарғыш түске енгенше қуырып аламыз. Міне енді біз салатымызды жинайтын боламыз. Өздеріңіз кез келген осындай кальцияның көмегімен салатымызды жинаймыз. Ең астына етімізді саламыз, артынша майонез, сосын барып жұмыртқамызды да салып, жақсылап барлығын бір тегіс етіп дайындап алатын боламыз. Мұқият шеттерін жақсылап бір тегіс етіп жасаңыздар. Өйткені біздің салатымыз сыртынан әдемі болып көрінеді. Барлығын осылай артынша майонезімізді де жағып, жақсылап бір тегіс етіп салатын боламыз. Жұмыртқадан кейін біз қызанағымызды да осылай жақсылап біркелкі етіп салатын боламыз. Қызанақтың суын қоспайтын боламыз. Суын бөлек алып тастаймыз. Қызанақтарымызды бір тегіс етіп салып болғаннан соң, келесі майонезімізді де салып, бір тегіс етіп, кезекпен осылай салып отырамыз. Қызанақтан кейін сырымызды да салып, барлығын бір тегіс етіп, видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бұл салатты жаңа жылға да және де мерекелік дастарханға да жасасаңыздар өте керемет көрінеді және де тойымды салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Артынша біз барлығын жағып болғаннан соң, ең соңында біз жаңағы дайындап қойған нандарымызды, сухариктерімізді осылай бетіне бір тегіс етіп қойып шығатын боламыз. Міне біздің салатымыз осылай дайын болды. Енді дайын болғаннан соң біз жан-жағын сыртындағы кальцийларын алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Енді соңында біз жаңағы қуырып алған магымызды жан-жағына және де жоғарысына сеуіп әрлеп шығатын боламыз. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса және де ұнаса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын хан палаудың рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма подписация жасап, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен 500 грамм күрішімізді жылы суға салып қоятын боламыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды да салып, араластырып жібереміз. Күрішімізді суда 1-2 сағатқа қалдыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға құйрық майымызды жақсылап майдалап турап алатын боламыз. Бұл тамағымыздың дәмді болып шығуына септігін тигізеді және артынша майдалап еттерімізді турап алатын боламыз.
Барлығын майда қуырып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Артынша пиязымызды да майдалап турап қуыратын боламыз. Негізі әркім әртүрлі жасайды екен. Біреулер алдын ала бірінші пиязды қуырып алады екен, немесе етті қуырып алады екен. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сіздерге қалай ыңғайлы солай істесеңіздер болады. Біздің палауымыздың дәмін келтіретін ноттыдағы осылай жанында қайнатып алатын боламыз. Жұмсақ болған кезде, суын құйған кезде оны да қосып жібереміз. Пияз бен етімізді қуырып жатқан кезде тұзымызды да осы кезде салып жіберетін боламыз. Қуырылып болғаннан соң артынша сәбізімізді де салып 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан соң үстінен қайнап тұрған суымызды да құйып аламыз. Суымызды қатты көп етіп құймаймыз, осылай өзіне жеткілікті етіп құямыз. Сосын артынша зира, дәмдеуіштерімізді қосып, артынша піскен нотымызды да қосып жіберетін боламыз. Біз 1 сағаттай қайнатып болғаннан соң артынша күрішімізді жуып, үстінен салатын боламыз. Мен бұл палауға лазер күрішін қолдандым. Өте керемет болып, езілмей шығады екен. Сіздерге де кеңес беремін. Лазер күрішімен жасап көріңіздер. Барлығын салып болғаннан соң осылай орташа отта қайнатып, суын тартылғанша қайнататын боламыз. Суы тартылғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша чеснокты қоссаңыздар болады. Осылай қойып 30 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне біздің күрішіміз 30 минут өтті. Осылай жартылай пісіріп алатын боламыз. Осылай піскеннен соң барлығын жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай күріштері өте керемет болып, жабыспай, әдемі болып піскен. Енді біз бұны қазанымызға салып табада пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге лаваш керек болады. Кез келген қазанымызға осылай бірінші сұйық маймен майлап алатын боламыз. Сосын барып лавашымызды салып жасайтын боламыз. Лавашты қазанға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орналастырасыздар. Сосын барып біз жаңағы тамағымызды салып, үстінен аккуратно етіп дайындайтын боламыз. Бетіне осылай қазанның қақпағымен осылай кесіп алсаңыздар болады. Бұл жаңағы тамағымыздың бетін жапқанға өте ыңғайлы болып келеді. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Міне біз күрішімізді араластырып, біркелкі етіп салатын боламыз. Достар, егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Осылай барлығын салып болғаннан соң жаңағы кесіп алған лавашымызды салатын боламыз. Лавашымызды тамағымыздың бетіне жақсылап орап, орналастырып, бетін сұйық маймен жағып, дайындап алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тамағымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң осылай сіздер ыдысыңызға, кез келген ыдыстарыңызға осылай аударып ұсынсаңыздар болады. Бұл өте қарапайым және де оңай болып келеді. Достар, осы тағамды 1000 рет естіп, 1000 рет көргеннен гөрі өздеріңіз үйлеріңізде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, ресторандағыдай керемет болып шығады. Егер де үйіңізде қонақ күтетін болсаңыз, осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңыз осы тағамға ғашық болып қалады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, және де осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет кешкі асқа арналған тауық етінің қанаттарымен және суға піскен күріштің рецептісін ұсынамын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын баса кетіңіздер. Ең алдымен тауық қанаттарын мариновать етіп қоятын боламыз. Бізде 6 штук тауық қанаттары және де осындай шашлычный приправа, паприка, кетчуп, майонез және де осындай керемет приправаны қосып мариновать етіп қоятын боламыз. Және де соңында сұйық майымызды да кішкене қосып, жақсылап араластырып, тауық қанаттарын жақсылап бір-біріне арасына жақсылап тигіземіз. Сосын барып бетін жауып 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз.
Келесі біз қызып тұрған табамызға сары майымызды ерітіп, алдын ала жуып алған таза күрішімізді салып, 5-10 минутта қуырып аламыз осылай. Міне біздің күрішіміз арасында осылай тұзында шым-шым тұзында қосып, тағы да жақсылап араластыра отырып қуырып алатын боламыз. Міне біздің күрішіміз қуырылып болғаннан соң суымызды да құйып, бетінен жоғары етіп, күрішімізді суы азайғанша қайнатып алатын боламыз. Міне біздің күрішіміз қайнап жатқан кезде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай приправалар қоссаңыздар болады. Міне біздің күрішіміздің суы тартылды. Енді біз күрішімізді демдеп қоятын боламыз. Осылай су азайған кезде жақсылап бәрін бір шетке жинап, осындай пакеттің көмегімен бетін жауып, демдеп қоятын боламыз. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Енді біз пакетін алып бетінен көретін боламыз. Күрішімізді алдын ала піскеннен соң міндетті түрде араластырып қою керек. Видеода көріп отқандарыңыздай өте керемет күріштердің бір-біріне жабыспаған, міне әп-әдемі болып тұр. Жұмсақ піскен. Осылай алдын ала араластырып қоятын боламыз. Және де менде осындай тәтті кукуруздарды салып, жақсылап осымен бірге жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де күрішті осылай жасап көріңіздер. Күріштеріңіз сізге рахмет айтатын болады. Жабыспай бір-біріне өте керемет болып шығады. Біз осылай тауықтың қанаттарын қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Және де бетін фольгамен жауып, үстін ашып қалдыратын боламыз. Міне енді біз кешкі асымызды осылай әдемі етіп, әрлеп, осындай өздеріңіздің кез келген үйіңізде бар ыдыстармен немесе пиаламен де осылай жасап, формасын келтіріп алсаңыздар болады. Менде осындай ыдысқа формасын салып, осылай бір тегіс етіп шықтым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Міне көріп отқандарыңыздай, оп-оңай, еш қиындықсыз бірден түсетін болады күріштеріңіз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жинасаңыздар болады. Міне біздің тауық қанаттары пісіп шықты, өте жұмсақ болды. Тауық қанаттарын біз жаңағы күріштің қасына қоятын боламыз. Біздің кешкі асымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей өте керемет. Міне тауықтың аяқтары өте жұмсақ болып піскен. Сіздер де жасап, жанұяңызды қуантыңыздар. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сәбіз қосылған кексті жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 200 грамм қант және де 3 дана жұмыртқамызды жақсылап миксердің көмегімен көлемі ұлғайғанша миксерлеп алатын боламыз. Артынша сұйық май, оны да жақсылап араластырып, біркелкі болғаннан соң жылы сүтімізді де құйып араластыратын боламыз. Келесі біз содамызды уксуспен өлтіріп алатын боламыз. 1 чай қасық ас содасына 1 чай қасық уксусымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын дайындап болғаннан соң, жаңағы дайындап қойған массамызға салып қосатын боламыз. Осылай біздің массамыз көлемін ұлғайтып, осылай разрыхителдің орнына жүреді. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, сонда сіздердің кекстарыңыз өте жұмсақ және биік болып
пісіп шығады. Бізде келесі осындай үкіштен өткізілген сәбізімізді де қосып жібереміз. Артынша ұнымызды екіге бөліп, жақсылап миксердің көмегімен де болады. Және де сол қалған ұнымыздың бөлігіне ұн қопсытқышымыз, яғни разрыхителімізді қосып жіберіп, бірге қосатын боламыз. Төменде описание бөліміне барлық құрамын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көре аласыздар. Келесі бізде осындай грецкий орехымызды да жақсылап тазартып болғаннан соң, дайын болған массамызға жақсылап араластыратын боламыз. Сіздер де осылай жаңғақты майдаламай, осылай ұсақ түрінде салсаңыздар, сіздердің кекстарыңыз да әдемі болып көрінеді. Келесі бізде осындай кез келген кекстардың формасын алатын боламыз. Болғаннан соң, осындай сары майдың көмегімен жан-жағынан майлап, жақсылап жағып шығатын боламыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қара мейізді қоссақ та болады. Біздің кексіміз дәмді және де әдемі көрінетін болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кексіміз осылай пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң, біздің кексіміз міндетті түрде суығаннан соң ғана барып кесетін боламыз. Достар, егер де бұл рецепт сіздерге пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен балықты духовкада пісіретін боламыз. Бұл өте оңай және де дәмді болып шығады балықтарыңыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 ас қасық сұйық майды құямыз. Артынша 1 чай қасық қара бұрыш, сосын кептірілген сарымсақ, қызыл бұрышымыздан да қосамыз, және де құрғақ кептірілген аскөктерімізде қосатын боламыз. Артынша балықтарға арналған приправа болады. Кез келген дүкендерден таба аласыздар, соны да қоссаңыздар, сіздердің балықтарыңыз дәмді болып шығады. Барлығын араластырып болғаннан соң, 2 чай қасықпен майонезімізді де салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ол біздің балығымыз өте дәмді болып шығады. Алдын ала балығымызды жуып аламыз. Жуып, осылай барлығын дайындап болғаннан соң, щетканың көмегімен балықтарымыздың сыртына және де ішкі жағына жағып шығатын боламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жағып шықсаңыздар, сіздердің балықтарыңыз дәмді және де жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Міне біздің балықтарымыз дайын болды. Дайын болғаннан соң біз алдын ала пешімізді 240 градус немесе 220 градуста алдын ала осылай балықты пісіруге арналған режимге қойып пісіріп аламыз. Міне біздің балықтарымыз пісіп шықты. Өте керемет, дәмді және де иісі мұрынды жаратындай әдемі жұп-жұмсақ болып піскен. Енді балықтарыңызды әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып астына пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де міндетті түрде балықты осылай жасап көріңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қазақша пастаны дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымнан осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, астында тұрған подписация кнопкасын баса кетіңіздер. Ең алдымен осындай ұзынша келген макарондарымызды қайнап тұрған суға пісіріп алатын боламыз. Артынша осындай тауықтың төс етін алып, өздеріңіздің отбасыдағы мүшелеріңізге байланысты
мөлшерін өздеріңіз көп немесе аз қоссаңыздар болады. Барлығын осындай кубик немесе соломка ретінде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алатын боламыз. Келесі бізге осындай бір дана пиязымыз қажет. Пиязымызды да жақсылап майдалап турап аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға осындай етімізді қуырып, қызарғанша артынша пиязымызды салып, біркелкі етіп қуырып алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Қуырып болғаннан соң артынша 2 немесе 3 дана чесногымызды осылай үккіштен өткізіп, оны да бірге қуырып араластырып отырамыз. Артынша шым-шым тұзымызды да қосамыз. Қуырып болған соң артынша осындай сливкиімізді қосатын боламыз. Менде 200 немесе 300 грамның арасында қостым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осылай еттің биіктігін жауып тұру қажет болады. Осылай біркелкі етіп қайнап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аскөктерді қоссаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жаңағы осы қайнап жатқан кезде сіздердің сливкилеріңіз қайнап азайған сәтте осылай біздің пастамызды қайнатып жатқан судан азғана мөлшерде қосып, тағы да бірнеше минутқа қайнатып алатын боламыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Осылай кішкене жай отта қойып, біздің піскен спагетти макарондарымызды да осының үстінен салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл пастаның дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пастамызға одан сайын дәм беру үшін аскөктерімізді де міндетті түрде қосамыз. Артынша осындай сырымызды үккіштен өткізіп, майдалап, бетін жауып 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің қазақша пастамыз дайын болды. Енді тамағымызды ұсынсақ болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, осылай ыдысымызға орналастырсақ өте әдемі көрінеді. Осындай қысқыштың көмегімен орап ыдысымызға салатын боламыз. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын! Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын қазақтың ұлттық тәттілерінің бірі қызыл ірімшікті жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғанда өте дәмді керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көреміз. Бізге ең алдымен осындай 3 литрдағы сүтіміз қажет болады. 3 литр сүтке бізде 300 грамм айранымызды қосатын боламыз. Сіздерде сүттеріңіздің майлылығы қанша жоғары болса, сіздерде қызыл ірімшігіңіз сонша көп шығатын болады. Айранды қосқаннан соң осылай біркелкі араластырып отырамыз. Сосын барып бізде осылай екеуі ажырайтын болады. Біздің ірімшігіміз пайда болады. Сондықтан осылай астын енді орташа отта қайнатып отыратын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 200 грамм шекерді қостық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тәттіні қоссаңыздар болады. Тәттісі қатты көп болсын десеңіз 300 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Міне біздің ірімшігіміз осылай 3-4 сағат одан да көп қайнатсаңыздар да болады. Қанша көп қайнатсаңыздар, сонша сіздердің ірімшіктеріңіздің реңі кіретін болады. Менде осындай ыдысқа салып, үстіне марлесін төседім. Осылай барлығын сүзіп алып, суынан ажырататын боламыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, осылай сары суынан ажыратып аламыз. Егер де сіздердің ірімшіктеріңіз қатты қызыл болып шыққанын қаласаңыз, сіздер 5-6 сағат қайнатсаңыздар болады. Менде осылай 4 сағат қайнады. 4 сағаттың ішінде осындай әдемі сарғыш реңі пайда болды. Осылай барлығын орап, марлемен жақсылап бетін орап, ыдысы астын шұңқыр ыдысқа салып, осылай бетіне қатты ауыр заттарымызды салып, 4-5 сағатқа тағы да қалдыратын боламыз. Біздің ірімшіктеріміз бір-біріне жабысып, өзінің формасын ұстауы қажет. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Енді өзіміздің кез келген ыдысымызға салып, қызыл ірімшігімізді дайындап ұсынсаңыздар болады. Міне біздің 3 литр сүттен осында 710 грамм қызыл ірімшігіміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формаға кесіп,
осылай дайындап қойсаңыздар болады. Осылай кубик тәрізді жасасаңыздар өте керемет болады, жегенге де ыңғайлы болып тұрады. Достар, егер де видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздер де қазақтың ұлттық тәттісін дайындап көріңіздер. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тәттілерінің бірі жентті жасайтын боламыз. Жент бұл шай дастарханына қойылатын ұлттық тәттілердің бірі. Бұл жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын, әрқашан дәмі мен нәрін сақтайтын, көшпелі халықтың дастарханынан үлкен орын алатын тәттілердің бірі болған. Ал қазір осы тәттіні жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға талғанымызды салып алатын боламыз және де ерітілген сары майымызды, сосын барып осындай сгущенкамызды қосатын боламыз. Сгущенка басын біріктіріп, формасын жақсы ұстауына көмектеседі. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң осылай қолымызға ұстап көретін боламыз. Бұл бізде қолымызға жабыспай өте әдемі болып формасын ұстайды. Үйіміздегі кез келген осындай формалар болса, осындай формаға жасасаңыздар өте әдемі көрінеді. Бұндай форма болмаса, домалақ етіп, шарик тәріздес жасап істесеңіздер болады. Осылай барлығын формамызға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Тоңазытқыштан алып, өзіміздің формамызды орналастыратын боламыз. Барлық жентті мен осындай формаға жасайтын болдым және де өздеріңіз көріп тұрғандай домалақ шарик тәріздес жасадым. Жентіміз дайын болды. Осылай да ұсынсаңыздар өте керемет болып көрінеді. Біз қазір шоколадпен жұмыс жасайтын боламыз. Осындай ақ шоколад және қара шоколадтарды осындай формамызға алдын ала құйып дайындап аламыз. Сол дайындап қойған формамыздың шоколадтың үстіне жаңағы өзінің формасына салып, тоңазытқышқа қайтадан жіберетін боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бұл женттерді шоколадпен жасаған соң, шоколадпен өте әдемі болып көрінеді және де қонаққа немесе сыйлық ретінде ұсынсаңыздар өте керемет болып көрінеді. Бұл қазіргі таңда хит болып жатқан тәттілердің бірі. Сосын осы ақ шоколадымызға кішкене рең беретін боламыз. Менде қызыл красительді кішкене ғана қосқан кезде ашық розовый түсті реңіміз пайда болады. Сол арқылы жасасаңыздар да болады. Міне біздің жентіміз дайын болды. Егер де сіздерге видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын творожный пирогтың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл үйге қонақ келіп қалған жағдайда 30 минуттың ішінде дайын болатын керемет пирогтардың бірі. Бұл пирогты міндетті түрде сізде жасап көріңіз, өте нәзік, жұмсақ болып шығатын пирог. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа керек және де 130 грамм шекер, бөлме температурасында 130 грамм сары майымызды да дайындап қоямыз. Алдын ала шығарып, екеуін жақсылап миксерлеп болғаннан соң 130 грамм сары майымызды да салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлығы бір массаға айналу қажет. Жақсылап миксермен араластырамыз, бастары біріккенше. Келесі біз 15-20% сметананы қолданатын боламыз. 2 ас қасық сметананы салып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Келесі біз құрғақ заттарымызды ұн және ұн қопсытқышымызды бірге ситадан өткізіп, миксермен баяулатып, бір масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын өзіміздің формамызға салатын боламыз. Менде 26-24-ке де істеуге болады. Жақсылап тестамызды осылай салып қоямыз. Барлығын бір тегіс етіп, тегістеп, дайындап қоямыз. Келесі начинкасын дайындайтын боламыз. Бізде творог, шекер, сметана және де керегінше кукурузный крахмалды қоссаңыздар болады. Осылай блендерден өткізіп аламыз. Бізде начинкамыз бір тегіс болу керек. Осылай. Сосын барып, осындай мешоктарға салып, үстінен осылай жүргізіп шығатын боламыз. Сіздер де осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 160-170 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Егер де менің видеом ұнаса,
лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет сәбіз салатын рецептісін ұсынамын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Ең алдымен бізге осындай 5 штук сәбіз керек болады. Оны біз осы үккіштен өткізіп, барлығын алдын ала осылай дайындап аламыз. Видеода барлығы көрсетілгендей етіп, міне біздің сәбізіміз дайын болды. Сәбізімізге 1 чай қасық тұз және 1 чай қасық уксусымызды құйып аламыз. Және де қолымызға осындай перчатка киіп, жақсылап сәбізімізді өлтіріп аламыз. Осылай араластырып, сосын бетін жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі біз майымызды қыздырып, осы 1 пиязымызды және де 4-5 чесногымызды майға қуырып алатын боламыз. Біз сәбізбен бірге алдын ала осындай кішкене жарты бөлігін ғана капустаның турап, майдалап турап аламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Міне капустамызды барлығын турап болған соң, 1 чай қасық тұзымызды қосып, оны да қолымызбен жақсылап мұжып, бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Мұнда біз қызып тұрған майымызға жаңағы турап қойған пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз сарғыштау түске енген кезде келесі чесногымызды да артынша салып жібереміз. Бұл салатқа өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай аскөктерді қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде петрушка және укроп болды. Оны да жақсылап, майдалап, пышақтың көмегімен турап алатын боламыз. Енді барлығын осы сәбізіміздің үстіне салып, дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде осындай сәбіз салатына арналған приправа болды. Соны қостым. Менде бұл острый, ащы түрі. Көп қосып жібермеңіздер. Және де жаңағы қуырып алған пиязымызды, чесногымызды да салып, жақсылап барлық дайын қоспаларымызды салатын боламыз. Барлығын салып болған соң, біз перчатканың көмегімен салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Біздің салатымыз дайын болды. Міне видеода көріп отқандарыңыздай өте керемет болып тұр, сочный болып. Және де бұл істеп болған соң 1 сағатқа холодильникке қалдырсаңыздар болады. Егер де менің видеом ұнаса, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Үйлеріңізге қонақ келгенде 5 минуттың ішінде дайын болатын салаттардың бірі. Біз ең алдымен осындай колбасаларымызды турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өздеріңіз қалағанша, өздеріңізге ұнаған кубик ретінде және немесе соломка ретінде де турап алсаңыздар болады. Барлығына кете береді. Осы колбасамызды турап болғаннан соң, осындай 3 жұмыртқамызды, қайнатылған жұмыртқаларымызды да осылай кубик етіп турап алатын боламыз. Келесі кезекте біз осындай 1 штук қиярымызды да 4 бұрыш етіп турап, барлығын жақсылап турап аламыз. Сосын барып, тәтті жүгерімізді де саламыз. Кирешкемізді де салып жібереміз. Бұл салаттың өте керемет болуына әсер етеді. Және де осындай 1-2 чеснокты майдалап турап салып жіберсеңіздер болады. Артынша барып, майонезімізді жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, тарелкамызға салып, жақсылап ұсынсаңыздар болады. Сіздер де осындай салатты жасап көріңіздер. Қонақ келген кезде 5 минуттың ішінде дайын болатын салаттардың бірі. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта өте керемет рецепттер салатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен чечевичный суп жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Және де бұл чечевицаның құрамында темір, калий, кальций, омега-3, омега-6, магний микроэлементтері өте көп. Бұл тағамды аптасына 2 рет жасап тұрамын. Өте оңай және де дәмді болып шығады. Қызып тұрған қазанымызға қимайын салып ерітіп аламыз. Артынша туралып дайындалып қойған пиязымызды және де теркадан өткен сәбізімізді салып 5 минуттай осылай қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан соң тұзын және де бір ас қасықпен томатты салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң артынша керегінше суымызды құйып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл тағамды біз отбасымызбен сүйіп жейміз, өте дәмді болады. Ет жемейтін балдарымызға осылай міндетті түрде аптасына 2 рет жасап беру керек. Келесі чечевицамызды салып, жуып, тазалап, тағамға қосатын боламыз. Менде 400 грамм чечевица кетті. Осылай салып алып, алдын ала жақсылап жуып аламыз. Бұл тағаммен бірге қасына асқабақ дәндерін, немесе қытырлақ нандарымызды қасына қосып ұсынсақ болады. Чечевицамызды енді қайнап болғаннан соң осылай үстіне салып, және де 40-45 минут қайнатып аламыз. Бұл чечевица тез дайын болады. Және қалауларыңызға қарай асқабақ қоссаңыздар болады. Мен асқабақ қосып, осылай дәмді болу үшін майдаланған бөліктермен осылай салып жібереміз. Және де дәміне қарай приправа және де тұз барлығын салып 45 минутқа қалдырамыз. Орташа отта осылай жаймен қайнаған дұрыс. Сонда біздің чечевицаларымыз әдемі болып пісетін болады. Біздің суп дайын болды. Дайын болған кезде осылай араластырып көреміз. Өте әдемі, осылай ұсынсақ та болады. Мен блендердің көмегімен барлығын біркелкі етіп осылай жақсылап араластырып дайындап алдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Бұл тағам міндетті түрде үлкен, кіші және де балаларымызға бәріне ұнайтыны сөзсіз. Біз бір жасағанда осылай бір кесе емес, 2 кеседен ішіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Және де біз бұл чечевичный супты қасына қытырлақ нандармен ұсынатын боламыз. Және де қытырлақ нандармен өте керемет кетеді. Бұл суптың құрамында чечевица және де асқабақ қосылған болғандықтан өте пайдалы. Сіздер де балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Өте дәмді және де тез дайын болатын тағамның түрі. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астына тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліңіз. Және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сонымен қатар чечевица бұл дәрумендер мен минералдарға бай болғандықтан асқазан ішек жүйесін жақсартады. Құрамында калий мен магний болғандықтан қан қысымын төмендетіп, жүрек саулығын нығайтады. Айта берсек, пайдасы өте көп. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.